Сіздің қазір көріп отырғаныңыз 1917 фильмінің сценарийіндегі 61 түрлі көрініс алмасулары. Барлығы дерлік үзіліссіз деп белгіленген. Оның себебі бұл 2 сағаттық фильмнің бір ұзақ, тоқтаусыз түсірілім болып көрінуінде. Осы секілді бір түсірілімдік фильмдер әрекет пен уақыт үйлесімінің жемісі болып табылады. Дегенмен, әрине 1917 фильмі үзіліссіз түсірілген туынды емес. Фильмде Ұлыбританияның әр алуан жерлерінде түсірілген көріністер кезектесіп отырады. Туынды үзіліссіз көрінуі үшін осы көріністер асқан шеберлікпен көмкерілген. Түсірілім өңдеудің басым бөлігі ауқымды CGI көмегімен жүзеге асырылған. Сонымен қатар 70 жылдан астам уақыт бойы қолданылып келе жатқан әдістер де пайдаланылған. Ал мұның бәрі дәл осы костюмнен бастау алады. Сыншылар Альфред Хичкоктың 1948 жылғы Роуп фильміне шолу жасағанда, олар аталмыш туындыны фильм түсірудегі жаңашыл әдіс деп бағалаған. Яғни, түсірілім кезіндегі барлық есінділер, камераның сөнуі мен көріністердің ыдыраулары алынып тасталған. Түсірілім жоспары сценарийдің алғашқы бетінен айқындалады. Оқиғаның баяндалуы үзіліссіз. Оның себебі Роуп фильмінің пьеса негізінде түсірілімде жатыр. Көзге анық көрінетін видео өңдеудің болмауы фильмнің шын уақытта, яғни нағыз пьеса іспеттес болып көрінуіне әсер етсе керек. Дегенмен бір мәселе туындады. Сол кездің камералары 35 мм таспаның тек 1000 футын ғана қолданылған. Бұл дегеніміз шамамен 10 минуттық түсірілімге жететіндей ғана. Сондықтан камера тоқтатпастан түсіре беруге жарамайтын еді. Өйткені таспаларды ауыстыру кезінде кесінділерді жасыру қажеттілігі туындады. Бұлар Альфред Хичкокты тығырықтан шығарған әдістер. Камера мен костюм секілді қараңғы аймаққа қатты жақындағанда кадрды тек бір түс, бір келкі толтырып кетеді. Осы сәтте түсірілім аяқталып, дәл осы қараңғы тұстан жаңасы басталады. Роуп фильмінде 80 минут ішінде 10 мәрте видеоөңдеу қолданылған. Олардың ішінде анық көрініс ауысулары мен түс сәйкестігі арқылы жасалған байқалмайтын ауысулар бар. Мәселен, осы тәрізді байқалмайтын ауысу бүгінгі күні қарапайым болып көрінгенімен, дәл осы әдіс Creed фильмінде мына жерде, Birdmanде мына жерде, Children of Men фильмінде мына жерде және Snake Eyes фильмінде мына жерде қолданылған. Алайда көлденең қозғалатын болса, түс сәйкестігі кезінде бір түстің кадрды толтырып кетуі аса қажет емес. Ал бұл екінші әдіс. Видео өңдеушілер түсірілім кезінде алдыңғы нысанда өте шыққан объектті пайдалану арқылы екі бірдей синхронды түсірілімді көмкере алады. Дәл мына Children of Men фильміндегі көлік ішіндегі қараңғылықты пайдаланып, көмкерілген 6 кадрдан тұратын ұзақ түсірілімдегідей. Камера қозғалысын сәл жылындату арқылы көріністі ауыстыру әдісінің келесі бір түрінде қолданыламыз. Камера лезде қозғалған кезде көрініс бұлыңғырланып кетеді. Осы сәтті пайдаланып, екі көріністі көмкерер болсақ, үздіксіз түсірілім әсері пайда болады. 1998 жылғы Snake Eyes фильміндегі бір көріністен екіншісіне ауысуының үздіксіз көріну себебі осында. Осы үш әдісті бірге қолдансақ қалай көрінеді? Джеймс Бонд туралы 2015 жылғы Spectre фильміндегі мына көрініс Мехиконың шулы дыңғылынан бастау алып, CGI және қозғалыс бұлыңғырлығын пайдалану арқылы бірнеше көше жердегі басқа қонақ үйдегі көрініске алып келеді. Содан соң түс сәйкестігін пайдаланып, қайтадан Мехикодағы көрініске апарады. Егер түріктер үздіксіз ұзақ түсірілім үшін тым қиын болса, жай ғана байқалмайтын ауысудан бөлек әдіс қолдануға болады. Мысалы, әртіс байқалмайтындай етіп, көріністі ауыстыру қажет болуы мүмкін. Бұл соңғы техастық ауыстыру әдісі қолданылады. Капитан Американың көздеспес жылдамдығы мен Доротидің түсінің ауысуы сырлары осында. Сандық түсірілім мен CGI технологиясын қолдану классикалық әдістерді пайдаланбай-ақ фильмді түгелдей бір түсірілім арқылы жасауға мүмкіндік береді. Осындай әдіс арқылы түсірілген фильмдердің біршама керемет үлгілері де белгілі. Дегенмен ерте кезеңдегі техникалық шектеулер көрініс алмасуларды жасырудың бірнеше әдістерін тудырып, өз заманын басып озған хикаяларда өмірге әкелді. Және сіз де осы жасырылған көріністерді көре аласыз. Тек орайлы сәтті жіберіп алмасаңыз болғаны.